Иммунитетті қалай көтереміз? Сәлем қыз-келіншектер, менің есімім Шаңды Ақжұныс Мейрамбайқызы, мен акушер-гинеколог және де косметолог дәрігермін. Біз бүгінгі тақырыпты жалпы иммунитет дегеніміз не, оны қалай көтеруге болады, иммунитетті көтеру үшін қандай добавкалар ішуіміз керек, соның барлығын толықтай талқылайтын боламыз. Сондықтан видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар, және де менің пайдалы ақпараттарымды өткізіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, және де жаңадан шығып отырған видеоларды толықтай біліп отыру үшін колокольчикті баса кетіңіз және осы видеоға лайк басыңыз, егер де сізге пайдалы болып жатырса. Және де өзіңіздің құрбы қыздарыңызбен, достарыңызбен бөліссеңіздер де болады. Ал кеттік, жалпы иммунитет дегеніміз не? Иммунитет дегеніміз бұл біздің әртүрлі, яғни адам денсаулығы үшін өте маңызды. Адам организміне түскен, например, әртүрлі бактериялар, вирустар, саңырауқұлақтар, мысалы, әртүрлі бөтен ағзалар, бөтен нәрселермен күресу үшін, біздің қорғаныштық әрекеті біздің организміміздің, иммунитет. Жалпы иммунитеті жоғары адамдар әртүрлі аурулармен күресуге бейім болады, жақсы күреседі. Яғни организмі иммунитеті жоғары болған сайын оларды жойып, адам тез сауығады. Ал иммунитеті төмен адамдар, олар аурушаң келеді, себебі олардың организмінде иммунитеті төмен болғандықтан әртүрлі бактериялармен, әртүрлі аурулармен күресе алмайды. Сондықтан иммунитетіңіз ең бірінші жоғары болғаны дұрыс. Жалпы иммунитет жоғары болу үшін біз не істеуіміз қажет? Көп адамдар ойлайды, сразу тек иммунитет көтеру үшін, иммунитет жоғары болу үшін әртүрлі неше түрлі фирмалардың добавкаларын ішеді да. Олардан көбінесе пайда болуы мүмкін, кейбіреулерінде ешқандай пайдасы болмауы да мүмкін, Ең бірінші сіздің иммунитетіңіз неден басталады? Сіздің тамақтануыңыздан басталады. Яғни, жалпы айтып жатады, иммунитеттің 70% ішекте деп. Яғни, сіздің ішкі құрылысыңыз, ішектеріңіз дұрыс жұмыс жасамаса, ішкен жеген тамақтарыңыз дұрыс сіңбейтін болса, сіздің иммунитетіңіз бәрібір де төмен болады. Сіздің 40 мыңдап, 30 мыңдап, 100 мыңдап алған добавкаларыңызден ешқандай да пайда болмайды. Ал егер сіздің ішегіңіз дұрыс жұмыс жасау үшін, сіздің тамақтануыңыз бірінші очередь дұрыс болу керек, Ең бірінші салауатты дұрыс тамақтану қажет. Сіздің иммунитетіңіз жоғары болу үшін бірінші тамақтану. Тамақтану болғанда қандай тамақтану? Сізде рационыңызда белок, майлар, көмірсулар болады, соответственно. Және де әртүрлі витаминдер, витаминоподобные вещества болуы мүмкін, тағамдардың құрамында. Сонымен қатар нелер болуы мүмкін? Тамақтанған кезде ең бірінші сіздерде әртүрлі ешқандай да организмге пайдасы жоқ фастфуд, например, газировкалар, әртүрлі кола, спрайт болсын, фанта болсын, солардың барлығын нужно убрать. Ең бірінші соны істеу керек. Сонымен қатар дұрыс тамақтану керек. Белковый тағамдар болу керек, және де полезный жиры болу керек. Көмірсулар тоже белгілі бір деңгейде түсіп отыру керек, бірақ өте көп емес. Яғни сладкий, әртүрлі мучной нәрселерді, яғни глютен деп айтып жатады, соларды шектеулеріңіз қажет, Енді тағамдардың ішінде етті тағамдарды қолданғандарыңыз дұрысырақ. Ет, малдың майы, мысалы, сонымен қатар балық, әртүрлі теңіз өнімдерін қолдануға болады. Жалпы теңіз және де балық өнімдерінің құрамында не көп болады? Полезные полиненасыщенные жирные кислоты деп айтамыз, яғни көп қанықпаған май қышқылдары, яғни ол омега-3 деп айтып жатады қазіргі таңда. Сол омега-3, яғни кемінде сіздің организміңізде, аптасына кемі 3 рет, например, балық және теңіз өнімдері болған дұрыс. Егер вдруг сондай балық және теңіз өнімдерін қолданбайтын болсаңыздар, осындай добавкалар істеңіздер де в принципе болады. Бірақ желательно нужно постараться дұрыс тамақтануға, Себебі оның құрамындағы полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3, ол жүкті әйелдер үшін, босанған әйелдер үшін, кішкентай балалар үшін тоже өте маңызды. Олардың миы және де көзі дұрыс даму үшін, сіздің есте сақтау қабілетіңіз жақсы болу үшін тоже керек. Себебі осы омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты біздің мысалы нейрондарымызда ақпараттардың дұрыс берілу үшін өте маңызды. Себебі нейрондардың клеткалардың сыртын қаптайтын липидтер в основном осы омега-3-ден тұрады.
Сонымен қатар бізде иммунитет мықты болу үшін бізде иммунитетте иммуноглобулиндер деген бар, және әртүрлі өзінің иммундық клеткалар бар. Сол иммуноглобулиндер бізде бұл неден тұрады? Бұл белок, белок, яғни ақуыз. Сондықтан ақуызды тағамдарды көбірек қолданғандарыңыз дұрысырақ, себебі ол жаңағы әртүрлі ақпараттарды дұрыс беру үшін, иммунитетіміз дұрыс жаңағы күресу үшін бізге осы иммуноглобулиндер керек. Ал иммуноглобулиндер сәйкесінше белоктардан тұрады. Белоктар, мысалы етті тағамдар белокқа бай, мысалы творог, сыр, және де, например, әртүрлі печень, әртүрлі осындай ақуызға бай тағамдарды жиірек қолданғандарыңыз дұрысырақ. Сонымен қатар майлар, майлардың ішінде майлардың түрлері өте көп. Негізі мен бұл жерде тамақтану туралы көбірек тоқталмауға тырысамын, себебі ол өте үлкен объемный тақырып. Бұл жерде мен көбінесе иммунитетті көтеру жолдарының добавкаларына қазір толығырақ тоқталатын боламын, бірақ бұл жерде тамақтанудың тек негізі жайлы ғана айтып жатырмын. Сонымен қатар жырлардың ішінде де полезный жиры көбірек болған дұрыс, себебі, например, қазіргі таңда біз өзіміздің рационымызда растительный майларды өте көп қолданамыз, ал ол растительный майлардың құрамында бізге организмге қажеті жоқ омега-6, омега-9 дегендер өте көп, сондықтан бізде организмізде қазіргі таңда осы растительный майларды көп қолдану нәтижесінде бізде организмізде омега-3, омега-6 арасында дисбаланс болып жатыр, себебі ол провоспалительный агент деп айтсақ та болады, яғни бізде воспалениені шақырады, наоборот, біздің ішектеріміздің иммунитетін төмендетеді, в общем, осы растительный масло. Сондықтан полезный жиры болғаны дұрысырақ. Ол жырлар туралы мен сіздерге бөлек тақырыпта айтатын боламын, Сонымен қатар тағы бір екінші дұрыс тамақтанумен қатар ол суды көбірек ішу, күніне 2 немесе 3 литрдей суды көбірек ішу қажет, біздің иммунитетіміз мықты болу үшін. Сонымен қатар бізде спорт өте маңызды, себебі хотя бы аптасына кемі 2 рет немесе 3 рет кемі азғантай болса да жаттығу жасап тұрған дұрыс, хотя бы кардио жаттығулар, чтобы әртүрлі біздегі жаңағы абдоминальный жир дейді ғой, енді әркімде әртүрлі жаңағыдай жирлар болады, жинақталатын өзінің конституциясына байланысты. Сондықтан всегда, чтобы сіздің мышцаларыңыз тонуста болу үшін, жалпы иммунитетіңіз дұрыс болу үшін, ішкен жеген тағамдарыңыз дұрыс сіңу үшін, метаболизм деп айтамыз ғой, сол дұрыс болу үшін обязательно спортпен айналысу керек. Сіз спортпен белгілі бір уақытта ғана айналысудың қажет жоқ, себебі ол өмір бойына сіз қартайғанға дейін спортпен айналысу керексіз. Хотя бы 10 минут үйіңізде жүгірсеңіз де болады. 10 минут деген это мысалы байқамайсың ғой, интернетте интернетте қазір уақытта TikTok болсын, не полезно, в общем, ешқандай пайдасы жоқ, киноларда мысалы көріп жатамыз. Лучше соның орнына хотя бы 10 минут жүгіріңіз, Енді бұл жерде спорттан бөлек, енді добавкалерге келетін болсақ, жаңа мен айттым, сіз ең бірінші добавкалерді ішпес бұрын тамақтануыңыз дұрыс болу қажет. Енді иммунитет көтерудегі ең бірінші дәрумен қандай? Бұл бізде витамин D3. Менде негізі өзімнің осы YouTube каналымда витамин D3 туралы өте үлкен көп объемный ақпарат бар. Ақпарат болғанда ол менің курсымның видеосы, соны сіздерге тегін беріп қойдым. Сондықтан сол видеоны толықтай тыңдап шығыңыздар, сіздерге өте пайдалы болады. Жалпы қараңыздар, мына жерде витамин D3, витамин D3-ді таңдаудың өзі де өте маңызды. Жалпы қараңыздар, менде Clear Labs деген фирманыкі, бұл менде Америкадан келген, это профессиональная линейка. Мен сіздерге қазір толық айтатын боламын. Жалпы витамин D3 біз күннен аламыз да, негізі ол организмде холестериннен синтезделеді күн сәулесінің әсерінен. Бірақ та бұл жеткілікті мөлшерде емес, себебі қазіргі таңда бізде витамин D3 витамин гормон деп айтады. Витамин гормон, оның неше түрлі көптеген реакцияларға қатысады организмде. Ең көбі, мысалы қараңыздар, бұл осы витамин D3-дің әрбір клеткамызда, біздің миымызда, өкпе, бауыр, жүрек, иммундық клеткалар, сосуды барлығында бізде осының рецепторлары бар. То есть сол организм өзі дұрыс жұмыс жасау үшін осы витамин D3 бізге керек болады. Ең көбі, яғни осы витамин D-ның рецепторларын английский VDR рецептор деп айтады, яғни витамин D рецептор деген. Сол рецепторлар
бізде ең көбі бізде иммундық клеткаларды өте көп екен, иә. Сол иммундық клеткаларды өте көп, сондықтан бізге иммунитет көтеру үшін өте маңызды осы витамин D3. Адам ағзасында негізі адам көп жұмыс жасағанда, эмоциональный нагрузка болғанда, стресске көп түскенде, иә, витамин D3 тез жоғалады. Сондықтан оны восполнять етіп отыру керек үнемі, иә. Витамин D3 профилактическая доза взрослыйларға 5000 единица. Жалпы бұл майда еритін витамин болғандықтан бұны тамақтан кейін ішу қажет. Міндетті түрде таңертеңгі уақытта ішсеңіздер де болады. Бір иммунитетті көтеру мақсатында сіздер оны курспен ішсеңіздер болады, иә. Мысалы 3 ай ішіп, 1 ай демалып, потом немесе 2 ай демалсаңыз да болады, иә. Бірақ қанда под контролем тексеріп отыруға да болады. Негізі идеалды жағдайда сіздер витамин D-ға қанға тексеру қажетсіздер. Қазіргі таңда әртүрлі лабораториялар бар, инвива, олимп деген сияқты, иә, инвитро, соларға барып өзіңіздің қан тапсырыңыз, ифа тапсырасыздар. Сол арқылы нормасын білуге болады. Нормасы да тоже қазіргі таңда өзгеріп жатыр. Қазіргі таңдағы нормасы 80-100 нанограмм на миллилитр. Себебі қазіргі таңда ол әлі күнге дейін зерттеліп жатыр. Себебі әртүрлі неше түрлі реакцияларға қатысатындықтан ол әлі де бір таинственный витамин деп айтсақ та болады. Қазіргі уақытта гормон деп айтады, иә, сіздерге айтқандай. Түсінікті деп ойлаймын. Кішкентай балаларға дозировкасы өте төмен. Ол туралы сіздер мені витамин D3 туралы дозировка полностью сол жерден біле аласыздар. Енді желательно таңдаған кезде осындай профессиональный линейкадан алған дұрысырақ, себебі витамин D3-дің қандай балық майынан алынғаны тоже өте маңызды. Ол балық қай жерден ауланған, иә, соның барлығы өте маңызды. Мен өзім осы фермаға өте жақсы сенемін, себебі это профессиональная линейка, Америкадан келеді. Мен сіздерге арнайы өзімнің кодымды тастап кетемін. Егер өздеріңізге заказ бергілеріңіз келсе, астында Pure Vitamins ссылкасы арқылы өтіп, ақжүніс деп аталатын код арқылы өздеріңізге 5% скидка ала аласыздар. То есть это у нас профессиональная линейка, өте жақсы сіңімді. Енді келесі бізде иммунитетті көтерудің тағы бір жолдарының бірі, бұл бізде омега-3, иә. Жаңа мен айтқандай, сіздер егер аптасына 2-3 рет балық жемейтін болсаңыздар, онда міндетті түрде полезный жиры, то есть омега-3 ішу керексіздер. Омега-3 таңдағанда да тоже өте маңызды. Ол да тоже қай жерден ауланғаны, ол балықтың, иә, қандай условияда ауланғаны тоже өте маңызды. Жалпы омега-3 таңдағанда құрамындағы неге мән бересіздер? Бұл дичия кислота және ЕПА кислотаға мән беру керексіздер. То есть это у нас, который бізге ең қажетті полезный жиры осы экозопентаеновая кислота және докозагексаеновая кислота. Егер сіз жүкті әйел болсаңыз, немесе емізетін әйел, немесе кішкентай балаларыңыз болса, құрамында желательно, чтобы докозагексаеновая кислота, яғни дичия кислота көбірек болғаны дұрысырақ миллиграмм, иә, тоже таңертең тамақтан кейін ішсеңіздер болады, иә, витамин F деп айтамыз. Бұл тоже иммунитетті көтереді. Одан кейін иммунитетті көтерудің тағы бір жолдары, бұл бізде витамин С. Витамин С, аптечный витамин С желательно ішпеген дұрысырақ, яғни ол аскорбиновая кислота, ол бізде витамин С-ның синтетикалық формасы және де асқазан ішек жолдарын тітіркендіруі мүмкін. Егер сізде асқазан ішек жолдарымен проблема болса, витамин С-ның липосомальный түрі бар, соны ішсеңіздер де болады. Ал кімде менің мынау ішетін түрім, бұл айхербтан алынған витамин С, эстер С, аскорбат кальция түрі. Егер сізде бүйректе тас болатын болса, именно осы аскорбат кальция түрі болмайды. Содиум аскорбат деген түрлері бар, соны алсаңыздар да болады. Мына жерлерге суреттерін если что қойып кететін боламын. Профилактикалық мақсатта 500 000 миллиграмм күніне бір реттен ішесіздер. Және де кішкентай балаларға тоже дозировкасы төмендеу болады. Оны мен сіздерге бөлек тақырыптарда айтатын боламын. Жалпы иммунитет көтеруде үлкен взрослыларға профилактикалық дозасы 500 000 миллиграмм күніне бір реттен ішесіздер. Егер сіздерде грипп болып қалсаңыздар, иә, например, простуда болатын болса, жалпы ковидпен ауырған болсаңыз, немесе ковидтен кейінгі реабилитация жағдайында жүрген болсаңыз, онда сіздер ударная доза белгілі бір уақытқа ішсеңіздер болады. Яғни ударная дозаны сізге желательно дәрігер тағайындаған дұрысырақ. Мысалы простуда кезінде мен өзім мысалы 1000 миллиграмм дозировканы көбейтемін, күніне 2 рет немесе 3 ретке дейін. Яғни менде кішкене аурудың симптомдары басылғанға дейін, сол кезде сізге жақсы көмектеседі. Получается, бізде бұл витамин С антиоксидант. Бұл кімдерге маңызды? У кого сосудистые проблемы, например, куперозы бар адамдар, бетінде проблемасы бар, пигментациясы бар, дақтары бар. Сонымен қатар жаңағындай
бетте ажымы өте көп қыз-келіншектер болатын болса, витамин С тоже өте жақсы, себебі бұл коллагеннің синтезделуіне көмектеседі бізде витамин С. Сонымен қатар, у кого геморрой, варикоз, тоже сосудистые проблемы, да, для того, чтобы сіздің сосудтарыңыздың стенкасын жақсы эластичный болуына көмектесетін осы витамин С-ны профилактикалық дозада бір жылда 2-3 рет ішіп тұрсаңыздар болады курспен, то есть бұл иммунитетті өте жақсы көтереді. Келесі бізде иммунитетті жақсы көтеретін бұл бізде цинк. Цинктің пикаленат формасы өте жақсы, себебі ол биодоступный. Взрослайларға 15-20 мг күніне бір реттен ішесіздер. Бірақ цинкті өте көп ішуге болмайды. Кемі 2 апта, 3 апта ішіңіздер, содан кейін бір ай демалсаңыздар да болады. Енді қараңыздар, цинктің пикаленат формасы өте жақсы. Маған осы фирма ұнайды, қазір мен сіздерге көрсетейін, Double Wood Supplements деген. Тоже мен сіздерге бұл тоже профессиональная линейка, Америкадан келетін, тоже астына ссылка қойып кетем, Pure Vitamins деген KZ сайтынан алсаңыздар болады. Сол жерден сіздерге ақжүніс коды арқылы сіздерге скидка беретін болады, өзім осыны жақында сатып алдым, өте жақсы ұнайды, мен өзімен действительно өте жақсы то есть иммунитетті көтереді. Енді иммунитетті көтеретін тағы бір жолдардың бірі бұл у нас пептиды. Бірақ мына жерде менде именно иммунитетті көтеретін пептид жоқ, это у меня другие пептиды, здесь гландокор және тироген деген, это бұл щитовидканы және надпочечниктің пептидтері. Жалпы пептиды бұл дегеніміз не? Бұл пептиды амин қышқылдарына тұрады. Пептидтер бұл не үшін керек организмге? Бұл мысалы әртүрлі органдардың өзінің гормондарын дұрыс продуцировать етуіне көмектеседі. То есть это не гормон емес, бірақ сол организмнің өзінің гормондарын жұмысын самостоятельно жұмыс атқаруына көмектесетін биорегулятор. Мысалы, тироген, мысалы қалқанша безіндегі өзінің гормондарының дұрыс бөлінуіне көмектеседі. Гландокор это надпочечник, то есть кортизолдың дұрыс жұмыс жасауына, дұрыс бөлінуіне көмектеседі. Сонымен қатар бізде иммунитеттің арнайы өзінің пептидтері бар. Бұл бізде имусил деген пептид бар, және кристоген деген пептид бар. Ол пептидтерді сіз қалай ішесіздер? Күніне 2 капсуладан, то есть 1 рет ішесіздер, кемі 3 ай ішуге болады, жылына 2 рет осындай курспен ішіп тұрсаңыздар да болады. Тоже пептидтерді қай жерден алуға болады, мен сіздерге тоже астына тастап кетемін. Пептидзиказ деген тоже сайттан алсаңыздар болады. Инстаграмға кіріп қараңыздар, себебі қазіргі таңда көптеген нутрициолог, дәрігерлер, превентативный врачтардың барлығы өздерінің емдік протоколдарында осы пептидтерді қолданады. Эффект прям мощный, қыздар. Сол туралы осы сайттарға астына қойып қоямын, өтіп көрсеңіздер болады. Және де егер сіздер өздеріңіздің аттарыңыздан арнайы пептидтер сатып алатын болсаңыздар, менің өзімнің арнайы кодтарым бар, сол кодтар арқылы сіздер скидка аласыздар. Енді иммунитетті көтеретін тағы бір добавкалардың бірі, бұл бізде не ол? Бұл бізде тмин. Тмин туралы тоже мен сіздерге Инстаграм парақшамда толық ақпарат бар, жазылған, Тмин майын сіздер бір қасықтан ішсеңіздер болады, взрослайлар, күніне 1 реттен ішсеңіздер болады, тоже кемі 3 ай, 2 ай ішіп, даже кейін перерыв жасау керек. Бірақ жүкті әйелдерге тмин майы болмайды. Қыздар, бүгіндікке менің жалпы иммунитетті көтеру жолдарындағы әртүрлі добавкалар туралы ақпараттарым осы. Егер де сіздерге осы видео шынымен де пайдалы болса, лайк басыңыз, қандай да бір сұрақтар болса, сіздерді өзімнің комментариімде күтетін боламын.